балақай, Бөбек ТV каналына қош келдің. Бүгін бізде көріп тұрғаныңдай түрлі сиқырлы шынаяқтар бар екен. Бұл шынаяқтар жай жылтыр шынаяқтар емес. Бұл шынаяқтар сиқырлы. Не бар? Ой, мұндашы. Ой, мұндашы мен қандай қуанып тұрмын. Мұнда да бар. Барлық шынаяқтардың ішінде бар екен ғой. Керемет. Балақай, тоқтай тұр. Біз шынаяқтардың түсін қарауға ұмытып кетіппіз ғой. Кәне, қарайық онда. Мынау қандай түс? Жасыл, көгілдір, күлгін, қоңырқай, көк және сұр түсті шынаяқтар көріп тұрсыңдар. Ал енді қай шынаяқтан бастаймыз? Ал кеттік ендеше. Күлгін түсті шынаяқтан бастайық. Ал мұнда тәтті жұмыртқа бар екен ғой. Кәне, ашып көрейік. Мұнда не бар? Саған да қызық болып тұрған шығар, балақай. Тәтті жұмыртқаны кім жақсы көрмейді? Тәтті жұмыртқаны барлығы жақсы көреді ғой. Кәне, шоколад. Шоколадты қоя тұр. Кәне, ашып қарайық. Мұнда құрастыратын бір ойыншық бар. Кәне, қарайық. Бұл айналма ғой. Оны қалай құрастырады екен? Оны да құрастырамыз. Кәне, көрейік. Бірінші беткі жағын алып, қонар екі айналмасын қояды екенбіз, және де осылай. Мұнда да кигізетін өзінің орны бар екен ғой. Кәне, дайын болды. Көрейік. Мынау айналма керемет нәрсе ғой. Тағы да бір рет айналдырып көрейік. Тура бір спиннер сияқты, бірақ одан да қызық. Ал енді екінші ойыншықты көрейік. Ал енді екінші сиқырлы шынаяғымызды ашып көрейік. Ал кеттік. Бұнда тәтті жұмыртқалар, су сиырмен, су сиыр топтамасынан. Кәне, ашып көрейік. Шыдамым таусылып барады. Ал шоколадның иісін ай. Кәне. Аштым. Қызық бір нәрсе шыққан сияқты. Көрейік. Бұл пират су сиыр ғой. Бұны да жинау керек қой. Қалай жинайды екенбіз, балақай? Маған көмектес, кәнекей. Міне, қайыққа су сиырды отырғызады екенбіз. Ой, мен дұрыс отырғызбадым еді. Вот. Көзінде көз жапқышы бар екен. Таза бір пираттар сияқты. Енді оған осы бас киімін кигіземіз. Мәссаған, бұл су сиырды суда жүздіртуге болады екен ғой. Мұнда тағы да бір нәрсе жатыр. Бұл не нәрсе екен? Бұл су сиыр жарысқа қатысатын су сиырдың дәл өзі екен ғой. Қайықпен жүзу жарысында жылдамдыққа номер 2-ші су сиыр екен. Ал келесі шынаяқты ашып көрейік. Қай түсті ашамыз? Міне, оны қай түсті ашып көрейік. Тарам! Бұнда да, жоқ, бұнда басқа топтама ойыншығы бар. Ішінде шоколадты жегім келіп бара жатыр. Иісі мұрынды жарады. Кәне? Уай, алақай. Ашып көрейік. Мұнда қызық бір дүние бар сияқты ғой. Кәне, ашып қарайық. Кәне. Бұнда бір қыздың суреті бар екен. Бұл не көтерілес ойыншық болар. Бірінші нұсқаулама бойынша қағазы аяғын салады екенбіз. Міне, кейін оған осындай
бір шаңғысы бар екен, немесе ұшатын аппараты бар. Сосын бұл көк түсті не нәрсе? Бұл көк түсті маған бейтаныс нәрсе. Бәрін ататын қыз ғой өзі. Керемет. Өте әдемі ойыншық, маған ұнады. Ал енді қай түсті ашамыз? Енді көгілдір түсті ашып көрейік. Та-дам! Мұнда қандай киімдер екен? Қандай ойыншығы бар екен? Кәне, жылдам ашамыз. Вау! Жұмыртқаның түсі сарғып. Ашып көрейік. Мұнда тағы бір айналма шықты. Балалар, сендерде де ондай болады ма? Бірнеше жұмыртқадан бірдей ойыншықтар шығады. Ондай өте көп болды менде. Бірақ артық етпес. Бұл айналма маған өте ұнады. Тоқтай ғой! Керемет! Кәне, енді қызыл? Жоқ, бұл көк түсті ғой, бағақай. Көк немесе жасыл түстің қайсысын ашайық? Ал, кәне, сыйқырлайық. Күшті ойыншық түсі екен. Жасылды ашайық. Кәне, жасыл жұмыртқаны ашып, жылдам ішінде не бар екенін қарайық. Та-дам! Шоколады түсіп жатыр. Кәне, мен деген қызық болып тұр. Кәне, қарайық. Бұл кілтке тағатын ілгіш қой. Кілтті немесе басқа кішкентай, мысалға міне заттарды жоғалтып алмас үшін, немесе көрінікті көріну үшін тағып қоятын ілгіш. Кәне, оны қалай жинайды екен? Балақай, бірге жинайық. Бірінші қызыл түсті алады екенбіз, міне былай. Сосын оған ақшыл жасыл түсті кигізеді екенбіз. Былай. Сосын соңында жасыл түсті кигізеді екенбіз былай. Жоқ, былай емес. Жоқ, солай. Ал, кигіздік. Енді не болды? Ал, міне. Бірақ бұл қатты тұтамайды ғой. Білмеймін екен. Жоғалып қалатын ойыншық сияқты. Білмеймін. Жоқ, дұрыс. Міне, жасылды кигіздім. Сонда да түсіп қала береді. Мүмкін мен бір нәрсені дұрыс істемей отырған шығармын. Қалай ойлайсыздар? Жапсырмасы бар екен. Жапсырманы жапсырдым. Жапыстырдым. Ал енді кілттерді кигіздім. Сонында мынау ілгіш арқылы кілтке іліп қоюға болады. Ол білесіңдер ма не екенін? Кәне, міне, саусақтарды қарауға болады. Ұлғайтқыш. Жарайды, бұл де керек болып қалар. Енді соңғы көк түсті, сиқырлы шын аяғымыз қалды. Қара, қаншама ойыншық, қаншама шоколад. Оны да ашып көрейік. Ал, кеттік. Та-дам! Бұл сиыр топтамасынан. Бұны мен жақсы көремін. Сиыр топтамасынан өте қызықты ойыншықтар шығады. Түрлі. Кәне, көрейік. Опа! Ой, бұл кім? Бұл су сиыр. Не істеп тұрған су сиыр өзі? Кәне, біз қаламасын ашып қарап жіберейік. Мінекей. Бұл су сиыр спортпен айналысып тұрған су сиырдың түрі ғой. Бұл су сиыр міне басында орамалы бар. Үстінде формасы бар, ал қолында көтеретін гантелясы бар. Ой, өте ауыр екен. Сол су сиыр бұл гантельді қалай көтереді екен? Міне. Мынаны қара. Қызық нәрсе бар екен. Оны былай тұрғызып, жапсырманы жапсырайық. Онда номер 3-ші су сиыр. Мына жерде номер 2-ші болса, ал енді номер 3-ші су сиыр шықты. Гантеляны көтере алады ма екен? Алады, бірақ көзі жұмық, ауыр болып тұр деймін. Күшейіп тұр ғой. Ой, жібере салды. Ал, сиқырлы
Ағашын аяқтан шыққан ынжықтарды түгендеп жіберейік. Енені айналма. Су сиыр. Спортпен айналысатын, денесін шынықтыратын су сиыр. Ұшқыш қыз. Бұл да спортпен айналысатын су сиыр. Бұның спорт түрі қайықпен жүзу, жарысқа қатысады. Ал кілтке ілетін ілгіш, және де тағы да осындай айналма. Міне керек. Осыншама ойыншыққа байып қалың. Және де шоколадқа. Ал балақай, осы топтамадағы видеолар саған ұнаса, келесі топтамадағы видеоны көргің келсе, Бөбек ТВ каналына жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау бол!